Соңғы 3 жыл ішінде аймағымызда 36 денсаулық сақтау нысаны іске қосылды. Соның ішінде 4 аудандық, 2 ауылдық емхана, 25 дәрігерлік амбулатория, 2 фельдшерлік акушерлік бекет және облыстық перинаталды орталық. Ал биыл республикалық бюджет есебінен 14 нысанның құрылысына қаржы бөлінген. Қызмет сапасын арттыру мақсатында медицина ұйымдарында пациенттерді қолдау қызметі құрылды. Қазалы аудандық ауруханасының құрылысын бастадық. Бұл енді Бегілеудің өзінің тікелей араласуыменен республикалық бюджеттен қаражаты бөлініп, осы бір апта бұрын бірінші тасы қаланып, келесі жылы 3 миллиард 700 миллион теңгесі қаражаты қаралып, келесі жылы енді осындай кезде сол үлкен аурухананы тапсыратын боламыз. Сонымен қатар Арал аудандық ауруханасында апаттық жағдайда болып танылғанына 5-6 жыл көлемінде уақыт өтті. Бұл мәселеде өзінің шешімін тауып, 2017 жылдың ішіне 200 миллион теңге республикалық бюджеттен осы аурухананың басталуына қаражаты салынды. Бұл екі мәселе шешілді. Жыл басынан бері өңірімізде 17 мыңнан астам нәресте дүниеге келді. Қуантарлық жайт, ана мен сәби өлімі көрсеткіші төмендеген. Осы жылы ішінде осы ана мен бала өлімін төмендету, болдырмау мақсатында 11 айдың нәтижесіменен атқарылған жұмыстардың нәтижесі ретінде енді ана өлімі көрсеткіші былтырғы жылмен салыстырғанда 85%-ға төмендеді. Жүктілік кезінде асқынудың төмендету мақсатында жүктілікті ерте анықтау 12 аптаға дейін есепке алу бойынша жүргізілетін жұмыстар күшейтілді. Нәтижесінде ерте есепке алу былтыр 63% болса, биыл 88,4%-ға жеткізіліп отыр. Алғаш қаралуға келгендерді терапевтпен көріну 98%-ға, фактически 100%-ға жеткізіп отырмыз. Скринингтік ауруларды ерте сатысына анықтаудағы маңыздылығын халық жете түсініп келеді дейді облыстың бас дәрігері. Мысалы, биыл скринингтік тексеруден өткен адамның саны 10 мыңға көбейген. Тексеру барысында глаукома және қатерлі ісікпен анықталған науқастардың саны артқан. Өкінішке қарай қан тамырлары аурулары бойынша сыр өңірі көш бастап тұр. Осы жылдың өзінде 2 мыңға жуық науқастың жүрек пен бас миының тамырларына ота жасалды. Мысалы, бұрын 2015 жылы ашық жүрекке 160 операция жасалған болса, биылғы жылы ол 200-ден астамға саны көбейіп отыр. Енді келесі жол картасы туралы айтып кеттік. Травматологиялық көмекте жақсарып, бұрын өздеріңізге белгілі, мысалы, қолы аяғы сынған адам гипс салынып жататын болса, қазір жаңа заманауи технологиялардың пайда болуына байланысты, қазір бірден, мысалы, сынықтар түскен жағдайда бірден операциялар жасалынып, ол науқастар қазір төсекте жатпайды, бірден орнына бір күн ішінде аяғына тұрғызылып, буын ауыстыру операциялардың саны біздің орталықта биылғы жылы 2 есеге көбейіп отыр. 25 жылдағы денсаулық сақтау саласының негізгі көрсеткіштеріне тоқталсақ, адамдардың өмір сүру ұзақтығы 64 жастан 71 жасқа жетіпті. Ана өлімі көрсеткіші 42%-ға, сәбилер өлімі 10%-ға төмендеген. Ал туу көрсеткіші 6,7%-ға арта түскен. Айгүл Қожақова, Алпамыс Әшірбеков, Бауыржан Жамалов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.